көрермен, сіздермен бірге ғылыми кітапхананың YouTube каналы. Бүгін сіздермен бірге ғылым жолы айдары. Қонақта Стэнфорд университетінің мақала жариялану жиілігі мен Scopus дерекқорларында дәйек сөзделуі бойынша әлемнің ең беделді ғалымдарының 2%-не кірген Еуразия ұлттық университеті жалпы және теоретикалық физика кафедрасының құрметті меңгерушісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Радбай Мұрсақұлов. Қош келдіңіз. Біздің ұсынысымызды қабыл алып, сұхбат беруге келісім бергеніңізге рахмет. Олай болса, сұхбатымызды бастайық. Бүгінде әлемнің көшбасшы ғалымдарының алдыңғы қатарынан орын алып отырсыз. Өзіңізді арнайы шақырып отырғандағы басты мақсатымыз бұл сіздің ұлағатты ойларыңызды, ғылымдағы өсу жолыңызды бөліссеңіз, бұл жас ғалымдар үшін де, студент жастар үшін де үлкен мотивация болар еді. Олай болса, алғашқы сауалымды қоюға рұқсат етсеңіз. Алғашқы сауал, физика, математикаға деген қызығушылығыңыз неден басталды? Жалпы бұл қабілет туа бітті пайда болды ма? Әлде қан арқылы берілді ме? Бәлкім ата-анаңыз ғылым жолын қуған адамдар ма? Бұл геннен ба, әке-шешемізден ба, қалай деп? Мен мына Арал теңіз бар ғой, соның картаға қарасаңыз, төменгі жағында Қызылқұм деген жер бар. Қызылқұм деген шөл айт жер жаңа, шөл. Оны біз қазақтың сахарасы деп айтамыз. Ол шөл жерлерде қазақтар тұрады. Малына қарап шөлдің ішінде өмір сүреді жаңа. Сол жерде бір ауылда туып өстім, туған жерім сол жер. Әке-шешем шаруа адамдар. Енді әке-шешем сауатты жоқ, оқымағанмен, бірақ олардың өздерінің бір қанында, несінде бір осы логикама ойлайтын бір нәрсе қабілеттілік болды. Осыған не болды? Сауат жоқ болса да. Есепке өзім ыңғайлымын. Математикаға. Талант бар. Талант енді кейін түсінеміз ғой. Өзім көңілім соған тартатын. Сол есепті шығарып отырамын, жақсы көремін. Сонан кейін ақырындап жаңағы жоғары кластарда физика келді. Жүрегім сол физикаға кетті. Бірақ физикада әртүрлі болады. Эксперименталдық физика бар, компьютерлік физика бар, тағы бір теориялық физика дегендер бар. Менің өзім есепке ыңғайлы болғандықтан теориялық физиканы өзім таңдадым. Онша ғылымды жақсы түсінбесем де көңілім сондай. Қазір мен жасым 70-ке келді. Академик болдым. Енді Қазақстанда алатын сыйлықтардың бәрін алдым. Бірақ әлі де мен сол абитуриент кездегі мектептегі сияқты арман, мына жерде арман жүріпті жаңа. Сол жолмен әлі келе жатырмын. Сауалымызды жалғастырсақ, физика, математикадан басталып жатыр ғой. Осы тұрғыдан келгенде біздің елімізде физика, математика ғылымы қаншалықты деңгейде дамыған? Қалай бағалар едіңіз? Бізді енді аудиториямыз тек ғалымдар емес қой, бірақ енді ғалымдар да бізді тыңдап отырады. Әріптестеріміз, физиктер, математиктер. Енді артық кем айтсам, әріптестерім ренжімес деп ойлаймын. Негізінен физика, математика бізде дамып келе жатыр. Өте төмен деп айтуға болмайды. Дамып келе жатыр. Бірақ енді біз енді бұл физика, математика деген ғылымның салалары бұл қазақтың ғылымы емес. Әдебиет, тарих ол қазақтікі болады, өнер. Бұл халықаралық ғылым, ортақ. Сол бір соған жаңағы біз енді араласып, үлес қосып жүрміз. Енді халықаралық деңгейден біздің Қазақстанның ғылымына, физика, математикасына қарасақ, жақсы бөлініп шыққан адамдар бар, халықаралық дәрежеде. Мысалы, соның біреу енді мен мақтанғаным емес, мен деп санасаңыз болады. Неге десеңіз, неге мен? Жаңа Стэнфорд университеті, Американың. Ол топ университеттің біреу әлемдегі. Сол университет бірнеше жыл болды анализ жасап, ғалымдарды анализ жасайды, ғылымды анализ жасайды. Оның бір жақсы жері ол адамға субъективті жағдайларға байланысты емес. Субъективті жағдайлар. Өздері бізді танымайды, көрмейді, білмейді, қай мемлекеттен екенін, онда оларға қатынасы жоқ. Компьютерде өзі электрондық жолдармен тексереді. Scopus деген, Web of Science деген әртүрлі дерек көздері бар.
база дейді ғой, сондай базаларға қарап отырып тексереді. Біздің мақаламызды тексереді, біздің қирша индексімізді тексереді. Ең тексеретін, ең басты параметр ол сілтеме индексі. Орысшасы индекс цитируеміз дейді. Сіздің жалпы ғылымда ол негізгі параметр сол. Мына қирша индексті айтамыз ғой. Мысалы, менің қирша индексім Қазақстанда бірінші орын 49. Орталық Азияда бірінші орын 49. Бірақ ол емес, сілтеме индексі ең маңызды. Сілтеме индексің дұрыс болатын болса, анау қиршаңда дұрыс болады. Сілтеме. Сонда саған қанша сілтеме жасайды? Сен бір мәселе шешсең, соған басқа әріптестерің соны қабылдайды, сізге сілтеме жасайды. Сол анықтайды. Сол Стэнфорд университетінің анализі бойынша мен жаңа 1-2%-ға кіріп отырмын, 2%-ге. Енді сол жағынан қарағанда, мысалы, соңғы мына 2 жыл қатарынан кірдім, 22-23. Енді соған қарағанда қазір физик жоқ, жаңағы кірген, математик жоқ, 23-те. Енді соған қарап, біздің, мысалы, мен жалғыз өзім болғандықтан, соған қарап, жаңа Қазақстанның ғылымының физикасының, математикасының деңгейін бағалайсың. Біз бұлай әртүрлі сөзбен айтқан бір нәрсе. Мен ана әріптестерімді төмен нетіп отқан жоқпын. Бірақ жаңағы сыртқы бізге тәуелсіз, объективті көздерге қарау керек. Объективті. Сол Стэнфорд университетінің анализі сондай. Сол бойынша, сол неден қарасақ, бізде мысалы айтайық, бір мыңдаған физик немесе математиктер бар деп санауға болады. Қазақстан бойынша жалпы Қазақстанның ғалымдарының саны 20 мыңнан асып бара жатыр. Енді сол мыңдаған физик математиктердің ішінде бір-ақ адам кіруі жаңағы 23-ші жыл соңғы. Сол ол аздық етеді деп ойлаймын. Сол аздық етеді, сол біздің жаңа деңгейіміздің физика математиканың соның несі көрсетеді деп отырмын. Деңгейін көрсетеді. Мен сөйтіп бір айтып түсіндірейін, бұлай енді төмен, жоғары деп айтқаннан гөрі жаңағы неге сілтеме, Стэнфорд университеті сілтеме жасаған дұрыс болады деп ойлаймын. Жақсы, осы тұрғыда менің сұрағым бірнеше сауал туындап отыр. Бірақ дәл қазір былай айтайын, жалпы біздің қоғамның дамуының қозғаушы күші ол ғылымда екені көпке мәлім. Егер ғылымсыз елдің болашағы жоқ. Сол себептен де еліміздің терезесін дамыған елдермен теңестіретін күште ол ғылым. Бірақ осы тұрғыдан келген кезде қазіргі ең өзекті мәселе де ғылымды дамыту. Ол үшін бізге білікті мамандар, білімді, тәжірибесі мол мамандар керек. Сол себептен де бізге өзіміздің қазақ ғалымдарының тәжірибесі қызық болып тұр. Осы зерттеулермен қатар әлемде көптеген танымал ғылыми журналдарға мақала шығару, жаңағы жариялау талабы қойылып отыр. Мақаланы жариялайтында ғалымдар бар, бірақ ол ғалымдардың барлығы ғылымның жұлдызы болып кеткен жоқ. Сол себептен де осы әлемдік деңгейде мойындалған қазақ ғалымы ретінде біз өзіңізді танимыз. Енді сауал мынандай: әлемдегі ең беделді ғалымдардың рейтингіне биыл 2-ші рет ілігіп отырсыз. Осы тұрғыдан келгенде бұл рейтингке іліну үшін қай еңбегіңіз сараланды? Қалай бағаланды? Осы туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Мен жақсы, сұрағыңыз жақсы. Негізінен біз де ойлаймыз, қандай немен кірді деп. Несіге қандай анализ жасап, мүмкін менің әріптестерім де ойлайтын шығар. Егер оның не себебін түсінсе, олардың да кіру мүмкіндіктері пайда болады ғой. Мен енді ғылымның екі саласымен айналысам. Бірінші теориялық физика, соның ішінде астрофизика, гравитация, космология дейді, әлем зерттейді. Бірінші сала. Екінші солитондар теориясы дейді. Ол математикалық физиканың бір бөлігі. Математикалық физика. Ол математикалық физика деген, ол математиканың бір бөлігі. Соның ішінде жаңағы сызықтық емес математикалық физика, солитондар теориясы. Қысқасы ғылымның екі тарауымен айналысам, екі бағытымен, саласымен. Енді 45-50 жылға жақын жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді сонда бір-екі
бір тапқан жаңалықтарымды айта кетейін. Мынаған себепші болған. Жаңағы солитумдар теориясы бойынша, математикалық физика бойынша мен теңдеулер ұсындым. Теңдеулер. Ол теңдеулер мен ұсынғаннан кейін қазір Мырзақұлов теңдеулер деп аталады. Мырзақұлов. Мына интернеттен қарасаңыз, Мырзақұлов equation деп іздесеңіз, ол шығады. Ол менің істеген жұмысым шығады. Сосын тағы бір теңдеулер бар. Мен мына Индияға бір 3 рет бардым. Менің ол жерде бір әріптесім бар, профессор Лакшман деген. Ол менен үлкендеу кісі, осы салада менен бұрынырақ жұмыс істеген, солитумдар бойынша. Сол кісіге барғанда бірге 5-6 теңдеу біз шығардық. Ол теңдеулер Мырзақұлов, Лакшман теңдеулер деп аталады. Мырзақұлов, Лакшман equation дейді. Сол екінші нәтиже. Үшінші нәтиже жаңағы мен айттым ғой, ғылым екі саласымен деп. Екінші салам астрофизика, гравитация, космология. Сол салада, екінші салада мен бір жаңағы менің қосқан үлесім, сол салаға Мырзақұлов гравитациясы деп аталады. Нәтиже. Ол мысалы мектепте оқыдық қой жаңа, Ньютон физикасы, немесе біздің әңгімемізге байланысты Ньютон гравитациясы деп атайық. Онан кейін оны Эйнштейн оны ары қарай дамытып өзінің гравитациясын жасады. Эйнштейн, ол Эйнштейн гравитациясы деп аталады. Сосын мына соңғы әртүрлі жаңалықтарға байланысты, мысалы күңгірт энергия деген, мысалы бұдан 25 жылдай бұрын ашылды, күңгірт энергия деген, әлем үдемелік кеңіп бара жатыр екен. Оны біз мектептен білеміз, егер бір нәрсе үдемелі қозғалып бара жатса, онда бір күш әсер етіп жатыр деген сөз. Сол қандай күш? Енді қандай күш екен, енді соның өз күштің бар екенін біледі, бірақ оның табиғатын біле алмай жатыр. Біле алмай жатқаннан кейін оны күңгірт энергия деп атайды. Күңгірт энергия дейді. Темный энергия дейді орысшасы, ағылшыншасы dark energy дейді. Сол күңгірт энергия жаңағы Эйнштейн теориясы гравитациясы қабылданған. Сол кейде сол қазіргі заманның өзі талабы жаңағы күңгірт энергия, соған байланысты әртүрлі нәрселерге әртүрлі ғылыми тәжірибелер қойған сұрақтарға жауап бере алмай жатыр Эйнштейн теориясы. Сондықтан физик теоретиктер Эйнштейн теориясын ары қарай дамытуды ойлап жатыр. Мысалы Эйнштейн Ньютон физикасын, гравитациясын дамытса, қазіргі ғалымдар Эйнштейн гравитациясын дамытып жатыр. Себебі бір проблемалар шықты, ол проблемаларға Эйнштейн гравитациясы жауап бере алмай жатыр. Сондықтан енді сол әртүрлі ұсыныс жасады. Эйнштейн теориясын ары қарай дамытып, әртүрлі варианттар жасап жатыр қазір ғалымдар. Мен қарап отырмын, бір вариант, екі вариант, әртүрлі варианттар жасаған басқа ғалымдар, батыстың ғалымдар, шетелдің ғалымдар. Сосын ойлап шашылып тұр екен, мен ойладым, осыны бір системаға келтірейік деп, бәрін біріктіріп бір теория жасадым жалпы. Оны мен жасағаннан кейін Мырзақұлов гравитациясы деп аталады. Оны да жаңа интернеттен өзіңіз қарасаңыз, Мырзақұлов гравити десеңіз, ол шығады. Сол екі жұмыс, жаңа екі нәтижем бар ғой. Біреу Мырзақұлов теңдеуі, екіншісі Мырзақұлов Лакшман теңдеулері, үшіншісі жаңа Мырзақұлов гравитациясы. Сол үш негізгі бір мен нәтиже, үлкен нәтижем, басқа нәтижелер толып жатыр. Сол маған жаңағы Стэнфорд университетінің 2%-на кіруге әсер етті ғой деп ойлаймын. Әсер етті. Себебі мен андай нәтижелер алғаннан кейін маған сілтеме көбейіп кетті. Жаңағы шетелдің ғалымдар сол Мырзақұлов теңдеуін, Мырзақұлов Лакшманның теңдеуін, жаңағы Мырзақұлов гравитациясын шетелдің ғалымдары зерттеп жатыр. Оның бәрі менің рейтингімді енді көтереді. Сөйтіп жаңа 2%-ға кіруге сол себепші болды деп ойлаймын. Негізгі себепшілердің біреуі. Теңдеулер жайлы айтып жатырсыз ғой. Сізбен сұхбатты жазбас бұрын бірнеше рет біраз басылымдарға көз жүгірттім. Сол кезде теңдеулердің атауына көзім түсті. Құралай теңдеуі,
толқынай теңдеу, ақбота теңдеу. Осы атаулардың қандай да бір мағынасы бар ма? Қызық. Енді теңдеулер, жалпы теңдеуге байланысты. Ол теңдеу мағынасы болады, екі түрлі мағынасы болады. Мысалы айтайық, біздің түсінігімізде біреу ол физикадан келеді. Бір құбылысты сипаттайды жаңағы. Бір құбылысты физикадан. Екінші вариант, ол өзінің математикалық физиканың біздің жағдайда ішкі қажеттілігі болуы мүмкін. Ішкі қажеттілігінен мынандай теңдеу құру керек болуы мүмкін. Мысалы, қалай дейміз, мысалы бір кеңістік десек бір жерде, өріс дейміз ба, өріс мысалы айталық, мына жерде бір нәрсе бар, мына жерде ағаш өсіп тұр, мына жақта егін егіліп тұр, мына жерде еш нәрсе адам баспаған деген әртүрлі жағдай болады десек, сонда адамның ойы бір нәрсе бізді басқарып отқан сияқты. Сен ана біреулер игерген жерлерге оған сіз бармайсыз, ол игерілген. Барсақ та ол жерде егер бір нәрсе егуге болады, мысалы мақалдар шығаруға болады. Ал енді адам игермеген жерлерге бір нәрсе итереді адамды, өзі басқарып отырады. Сонда миымыз жаңа игерілмеген жерлерге не етіп, бір жағын теңдеу шығады деген сөз, ол физикадан шығарамыз, немесе жаңа математикалық ішкі қажеттіліктен шығарамыз. Сол жаңаға сіз айтқан теңдеулер, Құралай, Қайрат деген бір нәрсе, ол менің бала шағам. Енді жалпы менің әулетімде 20 шақты физик, математик бар. Менің жолымда келе жатқан, менімен жұмыс істейді 20 шақты. Соның 10 шақтысы не осы салада, теориялық физикада, математикалық физикада ғылым кандидаты, ғылым докторы, PhD. Сондай жаңағы Құралай, Ақбота, Қайрат, тағы басқа теңдеулер сол балаларын тапқан. Оны шетел ғалымдары олардан мойындап отыр. Соны қазір зерттеп жатыр. Ғылымы дамыған мемлекеттердің университеттерінде ғылыми процесс қалай жүреді? Және біздің елімізде қандай негізгі қадамдар жасалып жатыр? Сіз өзіңіз шетелдік мықты белді университеттерде қызмет атқардыңыз. Сол жайында сұрағыңыздың соңынан бастайын. Белді университеттерде қызмет атқардыңыз дейсіз ғой. Негізі мен мына Америкада топ университеттер бар. Мысалы, Калифорния университеті Беркли деген қалада. Беркли университеті деп аталады. Калифорния сол университеттерде 1,5 жыл жұмыс істедім. Ғылыммен айналыстым. Енді мен барған жылдар ол 2010-11 жылдар болды. Соны енді қазір қарап отырсам, қазір мен шетелге барғым келмейді. Ол маған уақыт кетеді, алатын пайдам. Мен осы жерде отырып, олардың не істеп отырғанын көріп отырмын. Қазір мүмкіндік бар. Ал енді бұнан 20-30 жыл бұрын ондай интернет жоқ кезде, олардың істеген журналға шықса, ол журнал Қазақстанда жоқ болады. Соны не істеп жатқанын білмейміз. А бізге ғылыммен айналысқанда бізге дейін не істелген, соны біліп отырмыз керек. Біз біліп отырмыз керек. Сол енді дәл қазір біздің университеттегі жағдайларымыз, мысалы, мысалы айтайық, Беркли, Гарвард университетінде демесек те, қазір бізде ғылыммен айналысып әлемдік дәрежеге көтерілуге мүмкіндік бар. Енді сол бізде де осындай ғылым күшті болса, шетелдің адамдары бізге қызығушылықтан, бізге келіп тұрса, мысалы біз Гарвардқа барып оқымыз келеді ғой. Сол бізге ең болмаса біздің саламызда деп жаңағыдай менің арманым сол. Бізге қызығып тұрса бір, екінші біздің жастарымыз шетелге кеткенше, жоқ мен осы жерде жасайын, осы жер ғылым, ана басқа шетелдің университеттерінен кем емес деген деп ойда болсын деп не қылды. Менің тобым, ғылыми тобым, лабораториям, кафедрам сол әлемдік бір ғылыми орталық болса деп ойлаймын. Әлемдік деңгейдегі. Сонда бізге ұмтылса. Енді солай ма, солай емес. Мен ойлаймын, қазір мына жаңа топ 2%-ға кірген Стэнфорд, сол біздің ғылыми тобымыз сондай деңгейде деген сөз. Әлемдік деңгей жетті деген сөз. Әлеуметтік ғылымдар туралы жазылған мақалаларға шетелдік журналдар қызықпайды дейді. Сол қаншалықты шындыққа жанасады?
Міне мына бүгінгі тақырыбымен физик болғаннан кейін бүгінгі әңгімеміз тақырыбымыз физика, математика, жаратылыстану ғылымдарына байланысты. Айтылып отқан нәрсе менің ойымда соған байланысты. Гуманитарлық салада ол жерде басқа жағдайлар бар. Басқа жағдайлар, мысалы, мына гуманитарлық ғылыммен айналысатын ғалымдарымызды қазір тыңдап отырған шығар. Қатты кетсем ренжімеңіздер. Енді бәрі айналып келгенде сенің ғалымдығыңа байланысты. Қандай нәтиже аласың, қандай өзің деңгейіңе байланысты. Мен мысалы Америкада жүргенде Сан-Францискода болдым, Сойер университеттері бар, бірнеше Стэнфорд университеті бар. Сол жерлерде не бар? Мысалы, гуманитарлық деген ойымда бар ғой жаңа. Сол жерде мысалы Орталық Азияны зерттейтін бөлімдер бар, департаменттер бар. Орталық Азия, Кавказды зерттейтін. Сол жерде мысалы біздің ғалымдар гуманитарлық саламен айналысады. Сондай жерлерге шықса, солармен жұмыс істесе, олардың мақалалары сол кісілермен шыққаннан кейін сол әлемдік журналдарда шығар еді. Ол үшін, олармен жұмыс істеу үшін адамда уақыт жоқ, кез келген адаммен отырып сөйлесе беруге, жұмыс істей беруге. Өзіңе сәйкес, деңгейіңе сәйкес адаммен істейсің. Сіз өзіңіздің деңгейіңіз ана кісілермен, мысалы Стэнфорд университетінің ғалымдарымен бірге істесуге сәйкес болуыңыз керек. Ол тіл. Тіл деген, тіл бізді, ол құралымыз ғой. Ағылшын тілін біз жұмысқа керек дәрежеде біз білуіміз керек. Ол туралы, бұл сұрақты оны жауап тастау керек. Ағылшынды үйреніп жүрмін, олай мен 60-қа келдім, кәрімін, олай болмайды. Жауап тастаңыз. Оны біліңіз. Қазір ешқандай қиындығыңыз жоқ қой. Мына онлайн үйіңде отырып интернет арқылы ағылшынды үйренуге болады. Бір 6, 7, 9 IELTS-қа дейін тапсырыңыз. Сізде адамдармен сөйлескенде тіл мәселесі болмасын. Бір. Сонан кейін ары қарай қылым. Сіздің мына бір мен естіп қалып отырам, қазақтың тілі кімге керек, тарихы кімге керек, мәдениеті кімге керек. Сондықтан біз мақалаларымызды шығара алмаймыз, тек бізге керек деп. Дұрыс айтасыз, ол бізге керек. Бірақ сіз мына жерде отырып, мысалы, естіп жатсыз, мысалы, майя деген индеистердің тарихтары туралы кітаптар жазылып жатыр, мақалалар жазылып жатыр. Ал солардан қазақтың дұрыс берсеңіз, қазақтың мәдениетіне, тарихына, тіл әдебиетіне оларда қызығады, нетіп жатыр. Жаңа Стэнфорд университеттерінде, мысалы, мен көрдім американдықтар. Солар қазақтың несін зерттеп жатыр. Осы жерден адам іздеп жүрді. Неге адам іздеп, сіз айтасыз, адам жоқ, бізге керек емес дейсіз, ол болмайды. Соны сондай дәрежеде болуы керек. Ақырында мына біздің Түркия деген туысқан мемлекетіміз, сол жерлерде журналдар бар, әлемдік дәрежедегі, гуманитарлық сала бойынша. Түркі несі бойынша, тарихы, мәдениеті, археология бойынша. Соларға шығыңыз, сол деңгейге көтеріліңіз. Ағылшынша жазыңыз. Ағылшынша не болады? Сондықтан жаңағы сұрағыңыз, мен айтам, ол объективті проблема емес, жеке адамдар проблемасы. Мен сөйлесем гуманитарлық ғалымдармен, білем ғой, сыйлаймын, ағаларымыз, немесе қатар адамдар, кіші адамдар, не ағылшын білмейді, көбісі ағылшын білмейді. Жаңағыдай дәрежеде сіз отырып қазағыңды басқа халықтармен, Американ халықтармен бірдей деңгейде игеріп отыру керек. Егер сіз ағылшын білсеңіз, ана халықтардың мәдениетін, тілін зерттеу методикасын, әдістерін сіз өзіңізге аудара аласыз. Қазақтың тілін зерттеу үшін. Сөйтіп ойлаймын енді. Мақала дегеннен шығып отыр да, осы шетелдік журналдардың талабына сай болу үшін мақала қалай жазылу керек, қандай шарттары бар. Және біздің осы жас ғалымдардың индекс хершасын көтеру үшін қандай кеңес берер едіңіз? Индекс херша. Мен жаңа өзіңізге айттым, индекс херша бойынша Қазақстанда бірінші орындамын деп. Соны маған жазады адамдар. Біреулер енді сіз тек ғылыммен айналысып жүрмеген адам сияқтымын, кейбіреудің сөзіне қарағанда. Тек индекс хершаны өсірсем деп
ондай бізде сұрақ жоқ. Индекске жаңа ойламаймыз оны. Мен ғылымды ойлаймыз. Мынандай мәселені шешсек, нетеміз, шешуді ойлаймыз, зерттейміз отырып. Сосын оны мақала қылып шығарасын. Ғылымың дұрыс болса, мақалаң дұрыс болса, индекс кірші ол өзіне өзі келе береді. Бірінші индекс кірші емес, бірінші ғылым. Мысалы, индекс кірші туралы айтсақ, ол бір 2005 жылы шыққан нәрсе. Қазір соның бер жағында қанша жыл бар? 18 жылдай индекс кірші. Оған дейін ғылым болмады ма? Әрине болды. Мысалы, физикада үлкен жаңалықтар. Эйнштейн, Гейзенберг, Ландау деген кісілер физиканы айтып отыр, өзіме байланысты. Олар индекскерші адам бұрын, бір 100 жыл бұрындай, 70-80 жыл бұрын ашылған нәрселер, істеген кісілер ол. Сонда қерша деген тек соңғы кезде шығып атқан мәселе. Енді мына өркениет елдер әр нәрсенің өлшемі болу керек екен. Мысалы, салмақтың өлшемі болады, бойдың өлшемі болады, ұзындықтың әртүрлі. Енді мына өркениет елдер бір ғылымды өлшейтін бір сондай сияқты өлшем іздеген ғой. Соны жаңа Хирш деген кісі соны ұсынды. Енді ол идеалдық параметр емес. Бұл өмірде идеалдық нәрсе жоқ қой, былай қарасаңыз. Сол идеалдық параметр емес, бірақ қазір Хиршға альтернатива жоқ. Мысалы, оны мынаны өзгеретін нәрсе жоқ. Оны ауыстырып басқа нәрсе. Ол мүмкін уақытпен келетін шығар, жасалатын шығар. Оны да ойлап жатыр ғалымдар нелер. Сол мысалы жаңағы база данных дейміз ғой, дерек көзі, скопсты айтайық. Неме Web of Science. Олар да сондай неде, сол альтернативі Хиршға жоқ болғаннан кейін Хиршаны есептеп отырады. Сіз мысалы Мырзақұлов деп мені іздеп қарасаңыз, соның бірінші бір параметр, 3 параметр. Біреуі Хирша индекс дейді. Кез келген ғалым. Екінші индекс ситурумсты дейді. Үшінші шет елдің журналдарында шыққан мақаланың саны. Сондай үш мәселе. Ол дүниежүзінде қабылданған нәрсе. Біз соның дүниежүзінің тілімен, тәртібімен жүруіміз керек. Ғылым төңірегіндегі сұрақтардан алшақ, мынандай сұрақ. Кішкентай әдеттер өмірімізге үлкен өзгерістер алып келеді. Сіздің өміріңізде үлкен пайдасын әкелген, тұрақты түрде жасайтын әдетіңіз бар ма? Ғылымда бірінші адамның махаббатын болу керек. Сол нәрсені жақсы көру керек. Сол сізге бір қанағат, рахат беру керек. Айналысып жатқан кәсібіңіз. Ол бір. Екінші, ол да аз болуы мүмкін. Тағы не керек? Табандылық керек. Сіз мынаны таңдап алдыңыз ба? Бір саланы табанды болуыңыз керек. Әртүрлі мына жұмысыңызға көмектесетін заттар да бар, немесе кедергі болатын заттар да бар. Сол кедергі болатын кездерде, мысалы айтайық, мойымауыңыз керек, ана алға қойған мақсатыңа табанды жете беруіңіз керек. Қандай жағдай болса да жаңа ғылым. Осы сүрініп құлап қалсам, тұрам да есім жеп, қайтадан ғылым. Шаршасам, демалып алам да, қайтадан ғылым. Шайды ішіп аламыз да, қайтадан ғылым. Тек ғылым табандылық. Сол жауапкершілік емес, табанды болу керек. Дұрыс таңдау жасай білу үшін белгілі бір принциптер, ұстаным болу керек. Сіздің ұстанымыңыз қандай? Менде табандылық бар бойымда, ішінде. Сол ана есеп шықпай қалады оны. Соны ойлап, басында жүре береді, басқа есеп шығарамыз. Соны бір жылдан кейін, может, бір аптадан кейін, бірнеше айдан кейін ба, біреуі 40 жылдан кейін шығып жатыр. Сондай. Ана баста әртүрлі жерден есептер тұрыпты. Тағы бір сауал. Егер сізде барлық адамға бірдей сыйлық сыйлау мүмкіндігі болса, не сыйлар едіңіз? Мен мысалы теңдеу сыйлар едім. Бір дүние емес, үй емес, машина емес, я гүл емес, сырттан не қылатын. Ана нәрсе, теңдеулер, ол өзінің ішіңнен еңбегінен шығу керек. Еңбегінің нәтижесі. Мен соған келтіріп, еңбегінің нәтижесінде бір теңдеу алатын нәрсе соған келтірер едім. Менің сыйлығым сол, теңдеу болар еді. Дәл қазір ғылыми кітапхананың төрінде отырмыз ғой. Соңғы сауал. Кітапхана сіздің өміріңізде қандай рөл атқарады? Қаншалықты маңыздылыққа ие? Адам бір
бір қасиетті жерлерге барады ғой, сәлем беріп қайтады, бір не сол жерде отырып қайтады. Сондай жеріңіз осы кітапхана болу керек. Дүние емес, кітап жинаңыз, үйің толған кітап болсын. Кейін ұрпақтарыңызға, бала шағаңызға да кітап қалдырып кетіңіз. Түйіндесек, ғылыми кітапханамызға келіп сүбелі сұхбат бергеніңізге рахмет, алғыс білдіреміз.